Қайырлы күн біздің құрметті көрушілер, тыңдармандар. Тамырлас подкасты тағы да эфирға шығып жатыр. Сіздерді көруге қуаныштымыз. Әрине көп уақыт болды, жаңа жазбаларымыз шықпады. Жазғы уақыт, түсінікті демалыс болды. Дегенмен бүгінгі күні тағы бір сәті түсіп, сіздермен тағы бір әңгіме құруға дайынбыз. Осы сәтте біздің студиямызға қонағымыз да келіп отыр, арнайы шақырылған бүгінгі күнге. Әрине әңгіме барысында өздеріңіз анық білесіздер, қай маманды бүгін шақырғанымыз, бірақ бірден айтып өтейін. Біздің бүгінгі қонағымыз Болат Кенелұлы Сыздық. Кенелұлы, кешіріңіз. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне қарасты заңнама және құқықтық ақпарат институтының лингвистика орталығының жетекшісі, басшысы, заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, сонымен қатар Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі. Тек қана заңгер емес, сонымен қатар шығармашылық жұмысыңызда өте қарқынды жүріп жатыр деп танысып отырмын. Сондықтан сізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз, және келгеніңізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп, жазғы уақытқа қарамастан, өз шаруаларыңызға қарамастан. Енді әңгімемізді бастайық. Әдеттегідей менің бірінші сұрағым жеке қонақтың өзінің өмірбаянымен байланысты. Жалпы өзіңіз туралы қандай мәлімет айтқыңыз келеді? Осы заңгер болып жолыңызды таңдаған мүмкін бір ерекше себептері болды ма? Қай жерден білім алдыңыз? Ұстаздарыңыз кім болды? Ортаңыз қандай болды деген сұрақтарымыз бар. Өйткені біздің көрермендерге осы сұрақтар қызықты болады. Енді рахмет сұрағыңызға. Енді бұны жастарға аудиториясына арнап айтайын. Кейбір жерде өзім туралы бір деректер, нақты деректер, ол енді бір мақтанғандық емес, факт ретінде. Сосын оның өзімді бағасын бере жатам. Мен Жаңарқа өңірінде туып өстім. Бірақ 4 мектепте оқыдым. Кішкентай бөлімше, одан кейін станция, одан кейін шар орталығы, сосын Никольский, қазіргі Сәтбаев қаласы. 2 жыл оқыдым. Мектепті алтын медальмен бітірдім. Каргудың заң факультетін 84 жылы қызыл дипломмен бітірдім, үздік белгілі. Одан кейін 1,5-2 жылдай адвокатурада істедім, 2 жыл прокуратурада істедім. Әскерде болдым. Сосын 89 жылы университет бітіргеніміздің 5 жылдығында Каргуге кіріп, ұстаздарыма сәлем берейін деп, Қуаныш Жетпісович Балтабаев менің диплом жетекшім. Сол кісі біз міне қазақ тіліне де топтар ашып жатырмыз. Қазақ тілін сабақ беретін адам жоқ. Бұрын бүкіл филологиядан басқаның бәрі орысша оқыған ғой. Сондықтан адамдар керек, сені шақырам деді. Содан кейін прокуратурадағы жұмысты тастап, 3 таңдау болды мен соның алдында. Облыстық әкімшіліктің мемлекеттік әкімшілік құқықтық бөліміне бас маман қылып шақырды. Жезқазған облыстық прокуратурасына шақырды, отырды, Ағадарда істеп жүрген жерінен. Сосын мұғалімдік, сол Каргудың мұғалімдік оқытушылық қызметін таңдап алдым. 89 жылдың күзінде. 4 ай адаптация өтті. Жатақханаға барсам, жұмысың жоқ деп жұмыс бермейді. Жатақхана бермейді. Жұмысқа барсам, тұратын пропискаң жоқ деп бермейді. Прокурордың міндетін атқарушы, прокурордың орынбасарының міндетін уақытша атқарушы болып келген адам, жаңағы өзіңді қайда қоярыңды білмейді екенсің, кетіп қалайын десең ойлайсың, мынау ынжықтығым болар дейсің, табандылық танытам дейсің. Кейде ол кейбір табандылық ақымақтық болып шығады екен. Негізі адам әр сәтте ойлану керек екен. Әскерде жүрген кезде бір қазақ полковнигі айтып еді, тілін бүйтіп жағын шайнап отырып сөйлейді екен, бүйтіп отырып. Мен әскери адам ретінде дейді, менде әр уақытта 3 вариант болады дейді, әрекет етудің. Сосын кейін бір лекциялар оқығанда кейін айтам ғой менеджменттен. Сондай десем, аудитория сұрайды, ол қандай деп. Ол жағдайға байланысты. Мүмкін оңға бұрылып кету керек, кейде солға кету керек, немесе шегіну керек. Ылғи алға жүре беріп, маңдайды соға беруге болмайды екен. Оның бір өмірдің қиындығына қашқан емес, бір амалдарын табу керек екен. Менің енді алдын ала кетіп айтайын, қазіргі кезде де мен мысалы енді жаңағындай дәрежелермен жүріп, мен алтын медаль, қызылды айтып отырғаным, ол сіздің болашақ өміріңіздің ешқандай кепілдік емес, табысты өміріңіздің. Керісінше адам жаңағы үлкен жетістіктерге жетеді да жас кезінде. Сосын сол бір өзінен өзі қақпалар ашыла беретін тәрізді болып көрінеді. Бірақ олай емес. 2 тілді біл жақсы, 3 тілді, 5 тілді біл. Ол жағдайға байланысты адам өзінің іс-әрекетін басқа мазмұнмен, жаңа мазмұндармен толтырып отыру керек. Сосын мен өзім атақ дәреже емес, ойлаймын да, жалпы мынау дәрігердің жағдайын айтамыз,
оқытушының, мұғалімнің жағдайын айтамыз, әскерилердің, мемлекеттік қызметшілердің, басқа да бір қарапайым соларға жағдай жасауымыз керек та. Конституцияның 30 жылдығында отырмыз ғой. Әрине құқықтық тұрғыдан, саяси, идеологиялық, басқа жағынан келгенде ол маңызды, оның бәрін істеп жатырмыз. Бірақ ішкі мазмұнда әр адамның жұмыс істейтін орны, санитария талаптары, жарықтың түсуі, ауаның сапалы болуы, ішетін суының, отыратын орнының кеңістігі, қазір құрал мысалы қаламмен жаза салмайсың бұрынғыдай. Компьютер керек, ол жақсы компьютер болу керек, ол жақсы ауысып отыру керек. Мен қазір мүмкін жекеменшік компанияларда жақсы болуы мүмкін, олар өзгертіліп. Ал кейбір көптеген мемлекеттік мекемелерде оның көбісі ескірген немесе сапасы нашарлау. Осы жағы ойландырады. Мынау жүгіріп жұрттың алдына шығып жатқанда мен кейін кезде көп жұмыс ауыстырып кеттім. Басында жұмыс бастағанда адвокатура, прокуратурада мұғалімдік кеткенде нағашы ағам айтты. Мен нағашыларым қолында өстім, Ерубай ағам. Сен тұрақсыз болып кеттің ғой, мынау 2 жыл сайын жұмыс ауыстырасың деді. Содан кейін мен қой тұрақты болайын деп 11 жыл Каргода істедім. Одан кейін Гумилевте 1 жыл істедім. Одан кейін қайтып болашаққа келіп, болашақ институтын Қарағандыға келіп 15 жыл істедім. Онда да жаңа табанды болайын деп. Негізінде адам 2-3 жылда қызмет ауыстырып, немесе жаңа мәртебесін сол позициясын өзгертіп отыру керек екен. Сосын горизонтально жүре бермеу керек. Бір вуздан, бір компанияда, бір компанияға. Ұқсас компаниялар емес. Баффет айтқан ғой. Табысты саланы тап, сосын соның ішіндегі табысты компанияны тап деп. Сол универсал әмбебап ұстаным ғой деп ойлаймын. Өйткені біз кейде бір әбден құрып бара жатқан нәрсені батпақтан суырып аламыз деп өзімізді құрбандыққа шалмауымыз керек. Сіз дамысаңыз, Қазақстан дамиды. Жеке адам дамыса, Қазақстан дамиды. Ал жалпы Қазақстан адамдары дамымаса, Қазақстан дами алмайды. Мен ойландыратын мәселе осы. Өте керемет нәрсе. Шынымен де адами капитал, адамның құндылығы жатыр ғой бұның артында. Біз өз құнымызды білмейміз. Жаңа ұстаздарды айтып отырсыз, мен енді бастауыштан бастап ұстаздарым бар, оның кісілердің аттарын атамай ақ қояйын, бірақ университетте менде жаңағы үлкен есімде қалған ұстаз Мажит Таирович Имашев болды. Содан кейін Қуаныш Жетпісович Шопин деген деканымыз болды. Қыдырбай Құсейдинович, енді Ниля Сейсенбековна Ахметова. Көп ұстаздар көп, бірақ енді солардың бәрін соңында жүрміз. Біреуінің алдын кеспей өтпеуге тырысамын. Қатарлас болған, өзіммен қатар болғандардың да бір күн менің алдымда ұстаз болса да, сабақ бермесе де мен ұстаз деп санаймын. Сонымен бірге өзім оқытушы болып келгенде өзімнен үлкен азаматтарға сабақ бердім. Әлдеқайда үлкен азаматтарға сабақ бердім. Олар да мені сыйлайды. Ал енді қазіргі толқын студенттердің ішінде сізді тыңдайтын, көңілсіз құлақ, ой құлақ дейді ғой. Сондай аудитория көбейіп бара жатыр. Сондықтан мен 33 жыл сабақ бердім де қазір басқа салаға ауыстым. Соңғы 2 жылда жұмысты ауыстырдым. 2 ай бизнесте істедім. 10 ай 10 күн жаттым жұмыссыз. 2 ай бизнесте істедім. 4 ай мемлекет тарихы институтында істедім. Сосын мынау жаңа жылдан бастап лингвистика орталығының басшысы болып қызмет істеп жатырмын. Заңгер болсам да, лингвистикада бірдеме білгеннің арқасында сол салада жүрміз. Мынау мемлекет басшысының халықаралық шарттары қол қоятын, осы соңғы кездерде шығып жатыр ғой, Түркия, Әзербайжан, басқа елдермен. Сол шарттардың бәрі бізден өтеді. Біз сараптама лингвистикалық тең мағыналылығын қамтамасыз етеміз, орыс тілінде, қазақ тілінде. Сосын бүкіл заң жобалары бізден өтеді. Әрине бізден кейін де сатылар бар, мәжілісте, сенатта, үкімет тарапынан қарастырылып жатады, бірақ біздің институтта лингвистикалық орталық өзі жалғыз, республикада жалғыз. Басқа елдерде бұл президенттің немесе үкіметтің жанында, бізде әділет министрлігінің жанында бұл мұндай институт. Негізгі жұмысы істеп жатқан мазмұны, функциясы, миссиясы өте ауқымды, өте маңызды. Бірізділік керек, бір ұстаным керек, жаңағы бір стандарт керек. Осы салада жұмыс істеп жатырмыз. Депутаттардан көп жоба келеді, соны әппақ қойып әдемі болып келеді. Соны менің мамандарым, сарапшыларым шимайлайды. Оны біреудің қатесін іздеу үшін емес, біздің заң жобаларымыз, құқықтық нормативтік актілеріміз, халықаралық шарттарымыз бұзылмау керек. Жоғары деңгейде болу керек, сапалы болу керек. Бұл және лингвистикада өте үлкен дау туады, көп мәселелер туады. Ол жалғыз қазақ лингвистикасы ғана емес, орыс лингвистикасы, басқа елдердің лингвистикасында да өте даулы мәселелер көп болып жатады. Көп рахмет. Өте қызықты. Өмір жолыңыз да әртүрлі салада өтіп жатқасын. Әрине сіздің тәжірибеңіз енді көп жасаған емес, көп көрген деп айтады ғой бір біздің нақыл сөзімізде. Сондықтан көп
көрген тәжірибеңіз мол мамансыз. Енді осы біздің таяу арада 30 тамызда Конституцияға 30 жыл толады. Қазақстан Республикасының Конституциясын қабылдаған күннен бастап. Негізі осы күні заңгерлерді іздей бастайды. Конституцияның мәні не нәрседе? Бұл енді ата заң деп айтамыз. Сонымен қатар оны әр азамат ашып, қарап, әрбір бабын арнайы зерттеп жатпайды. Бірақ бәріміз менің конституциялық құқығым бар деген сөзді өте жақсы көреміз. Осы тұрғыдан конституцияны сіз қалай бағалар едіңіз? Қазіргі біздің өмірдегі конституция не беріп тұр біздің елге? Жақсы. Қарағандыда жүрген кезде журналистер мені жыл сайын шақырып, бір күн қалғанда, 2 күн қалғанда мақала беріңіз деп жатады, кейде студияға шақырады. Мен негізі қашқақтаймын. Негізі конституция саласының тікелей маманы емеспін. Сосын жас әріптестеріміз басқаларға айтып жатам, басқа жоғарғы оқу орындарында. Бірақ сонда да кейде маған айналып келетін, сол терең білмесем де, енді бір қалам ұстағаннан кейін, бір сөз айта білгеннен кейін. Сондықтан эфирді көретін конституция саласының тікелей тереңдеп енген мамандары мен кейбір жерде қате кетіп жатсам, ағат кетіп жатсам, оны кешіріммен қарар. Бірақ жалпы конституцияны заңгер болсаңыз да болмасаңыз да біз білуіміз керек. Ол 98 баптан тұра ма, 980 баптан тұра ма, білуіміз керек. 91 жылы философия және құқық институтында стажировкада өтіп жүрген кезде бізге американдық мамандар келді. Ол кезде Үзкен Жекебаев, сол бір құқық бөлім басқарады, Зиманов бар, академик сол кісілер. Сонда ақсақалдар отыр. Америкалық мамандар келді. Европаның, Американың, қазір есімде жоқ кімдер болған. Олар айтады, сіздердің территорияларыңыз, аумақтарыңыз үлкен. Және 300-деріңіз бар. Қаншама ру тайпадан құралып жатсыздар. Мынау енді тәуелсіздік алдыңыздар. Ғажап мүмкіндіктер беріліп тұр. Сіздерге 3 өңірде салт дәстүрі бөлек. Қылмыстық құқықтарыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Жаңағы штаттар болуы мүмкін дегендей Америкадай. Сосын біз ойлаймыз, тамаша болды ғой. Біз бұрын бір қылмыстық кодекстің аясында жүрсек, енді расында да оңтүстік жақтың салт дәстүрі бөлек, ол бөлек қылмыстық кодекс қабылдаса, батыс бөлек, шығыс бөлек дегендей жаңағы. Мүмкін конституцияда сондай ерекшеліктерді ескеретін шығар деп, өзімше жастар жаңағы бір сол жаңалықтарды, өзгерістерді, реформаны жасаймыз деп қуанып қалдық. Біздің консерватор қарттарымыз, жаңағы шалдар деп айтуға болмайды, бірақ ақсақалдар кертартпалық танытты сол кезде. Кейін ойласам, бәлен жыл өткеннен кейін біздің ақсақалдар даналық танытқан екен. Біз қанша алып территорияны алып жатқанмен бір тұтас елміз. Ішкі тұтастығымыз бар елмізде, өзегіміз бір елміз. Омыртқа жотамыз бір арқалықта, бір бақанға, бір шаңырақтың астында отырған елімізде, бір бақанға сүйеніп. Сондықтан ол кісілер жаңағы тұтастықты сол кезден бастап іргетастың беріктігін, тұтастығын бұзбады да, алып қалды. Сонда ол кісілердің ойында терең нәрселер тұр екен. Сосын мынандай да не басталды ғой, 91 жыл мемлекет енді құрылды. Бұған дейін қазақта мемлекет болмаған деген сөзді өзіміздің басшымыз айтты. Одан кейін үлкен дауға оласты, жаңағы Селингерде Путин сөйледі. Ал енді сол тұрғыдан кейін мен айтамын, конституциямыздың бастауы әрде, тереңде жатыр. Конституцияны Бразилияның бір маманы келді, Қарағанды мемлекеттік университетінің лекция конференцияда. Сонда айтады, Бразилияда конституциямызды біз мақтан тұтамыз дейді. Бізде де сондай мақтаныш болу керек. Өйткені ол өзінен өзі жайдан жай келе салған, қағазға жай сиямен жазыла салған мәтін емес. Конституцияның болуы саяси, идеологиялық, рухани, мәдени мәні бар, өркениеттік мәні бар. Содан кейін конституция арасында да біріктіріп тұр. Бір тұтас, бір түстегі туымыз біріктіріп тұр. Мықты басынан бастап намысқа сүйенген жаңағы әнұранымыз бізді біріктіріп тұр. Содан кейін әр ұлт дейміз, ұлыс дейміз, этникалық. Шындап келгенде біз тікелей қазақ деп айтпағанмен, көпшілігі расында да Қазақстандағы орыс, Ресейдегі орыс емес. Қазақстандағы өзбек, Қазақстанда жүрген корей, ол ана жақтағы корей, өзбек емес. Олардың менталитеті, салт дәстүрі бөлек. Тіпті ас мәзірі де бөлек. Күнделікті сөзі бөлек. 2006 жылы Омбыға бардық. Омбыға барған кезде үлкен бір институтта отырмыз, кәсіпкерлік және бизнес құқық институтында отырмыз. Болашақ институтына бардық, үлкен делегация. Сосын енді орыс қауымы ғой енді Омбыдағы.
бір 4-5-6 әйел адам отыр да, сәл өзгешелеу, жаңағылардың мимикасы өзгешелеу, бір қимылы өзгешелеу. Сөйтсек Қазақстаннан көшіп барғандар. Жергілікті Ресейдің омбының орыстарынан бөлек жаңағылардың отырысы. Бәрі базардан дүкеннен киінеді ғой, бірақ бөлек. Қазақ қана емес, біздің орысымыздың өзі Ресейдің орысынан бөлек, біздің Украинамыз бөлек, Молдованымыз бөлек. Сондықтан келгенде ол кезінде осы 4000 жылдық тарихы бар ғой, автохтонды халық қой біздің. Смағұл Оразақов дәлелдегендей генетикалық зерттеу жүргізіп. Қазіргі енді бір шамалы уақыт өткенде расында да қазір үлкен патриоттар сол қазақ еместерден шығып жатыр. Кейбір қазақ, мен кеудесін ұрғанмен, кейде ол өзінің тегінен ажырап мәңгүрттікке түсіп кеткен болуы да мүмкін. Ал енді орыстың, Владислав Тем бар. Тіпті Ресейден келіп жатқан кейбір біздің арамызға сіңіп кетіп жатқан қазір адамдар бар. Біздің мәдениетімізге, жаңағы салт дәстүрімізге сондай бір өз бойына сіңіріп. Сосын бізден кеткен немістер бар Германияға, әлі ұмытпаған. Сондықтан біздің бір мәдениеттің біріктіруші күші бар. Осы жерде мәдениетке келсек, Конституция сұрағыңызды ұмытыңқырап кеттім. Конституция ол ғажап дүние. Лафицкийдің еңбегі бар, поэзия права дейді. Ол айтады, Құранда поэзия тілімен жазылған дейді. Шекспирдің шығармалары бар. Революциялық кезеңде құқық поэзиямен беріледі дейді. Мен сол кітапты сұмдық оқыдым, бірақ оған дейін Парасатта 2008 жылы шыққан құқықтық нақылдарым бар. Сонда расында да өлеңмен беруге болады. Көп нәрсені. Жаңағы Гогольде де бар. Сосын Чостердің өлеңдері, поэмаларында да құқықтық мазмұн бар. Біздің Бейімбет Майлинде де, Мұхтар Әуезовтің шығармашылығында да көптеген әдеби шығармаларда құқықтық сарын бар. Қорқыттың аңызында да құқықтық сарын бар. Гуманистік сарын бар, өмірге құштарлық сарын бар. Конституция солардан өсіп шыққан. Жаңағы кезіндегі 7 жарғыдан, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолынан, 7 жарғыдан, одан бұрынғы Тоны көктің, Білге қағанның, Күлтегіннің тасқа қашалған жазуларынан содан алып тұрды. Жақында бір мақала бердім. Ұлы далаға құқықтық ойлардың кеңдігі тән деп. Сондықтан Конституцияның бәрін бойына біріктіріп тұр. Біз айтамыз ғой, Франциядан алдық, сондай үлгі деп. Ал француздар кімнен алды? Үлкен сұрақ. Бұл жерде де терең мәдениет жатыр. Сіздің де жарғы сөзіңіз деген шығармаңыз бар екен. Мен танысып шықтым, тез арада өзіңіз салып жердіңіз, маған көп рахмет. Шынымен де ішінде ойланатын көп нәрсе бар. Әсіресе мынау енді мен әлеуметтік ғылымының өкілі болғандықтан енді мәдениетке және бірегейлікке көп назар аударамыз. Біз жалпы жаңағы өзіңіз айтқандай этникалық болмысымыз басқаша болса да, бірақ бәріміз бір Қазақстан Республикасының азаматымыз деп Конституция бекіткен болатын. Әрине, мәдениеттің әрбір қыры Конституцияны оқыған сайын шыға береді. Жаңағы сіз айтқандай, оны өлеңмен де, прозамен де айтуға болады. Тек қана жаңа қатып қалған біздің тек қана құқықтық терминология емес, бұл жерде жаңағы терең әдебиет бар, тарих бар. Өзіңіз де жазасыз. Жаңағы әр мәдениеттің өзінің құқықтық негізі бар деп. Міне осыны кішкене таратып айтып берсеңіз. Енді құқықтың өзі мәдениеттің жетістігі дейді, немесе мәдени жетістік дейді. Зиманов ақсақалымыз, Салық Зиманов 2008 жылы үлкен бір конференция өткізді. 90-ға келген ақсақалымыз сонда 3 күн қаққан қазықтай болып отырып, үлкен халықаралық конференцияны өткізді. Қазақтың ата заңдары деген 10 томдық шықты. Сонда ол кісі айтады, романо-германдық жүйе бар, континентальдық құқық. Жалпы англосаксондық жалпы құқық жүйесі бар, екінші жүйе. Үшінші жаңағы діни мұсылмандық құқық жүйесі бар. Сосын кезінде социалистік құқық жүйесі деген, бірақ оны кейін ол тарих сахнасынан кетті. Совет одағы құлағаннан кейін емес, жалпы өзінің социалистік құқықтың құқыққа тән сипаты жоқ болатын. Ол директиватын, ол міндеттейтін. Ал құқық деген еркіндікті білдіреді. Қазақ деген еркін адам дегенді білдіреді. Сонда айтады, Рим құқығын 28 жаңағы гай жинаған 28 Рим заңгерлері бәлен аптап отырып жинақтап жасаса дейді, бәлен уақыт. Қазақтың құқық жүйесі, даланың құқық жүйесі, ол табиғи түрде қалыптасқан. Мысалы, қазақта бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді. Мысалы, билер қарсы келсе, қалмақ нояндар басын шауып тастайды екен. Қазақта билер тәуелсіз болған, дербес болған.
бидің сотынан, бидің шешімінен хандардың өзі қорыққан. Сонда бұл дала заңы ма? Иә, дала заңы дейміз. Енді обычный право дейді, мысалы әдет ғұрып құқығы, дәстүрлі дейміз. Оның бәрі ол құқықтың дұрыс сипатын бермейді. Мысалы ол дәстүрлі немесе әдет ғұрып құқығы десек африкалық немесе бір тайпалық деңгейдегі болуы мүмкін. Ал бұл қазақ құқығы, Рим құқығынан ешбір кем емес. Біз қазір Рим құқығына сүйенеміз. Дербес құқық жүйесі. Осыны біз айта алмай жүрміз. Осыны енді ақсақал кетті, артынан шәкірттер. Біз жалпы ғылым, оның ішінде құқық ғылымы да, оның ішінде қылмыстық құқық ғылымы да декаденста, құлырауда. Оны мойындауымыз керек. Өйткені оның жүкшілері, арбашылары, керуеншілері шаршады, қартайды. Жаңа теңізшілер, жаңа керуен басшылар шыққан жоқ. Ол біз бар ғой жекелеген тұлғалар, бірақ жалпы мектептер құлдырады, тарады. Кезінде Платон, Сократтың да мектептері біртін құлдырады ғой, стоиктардың да мектептері құлдырады. Сондай тәрізді мына бізде де қазір біз көп нәрсені құлдыратып алдық. Сондықтан мынау қазіргі конституцияда президенттің айтып отырған заң мен тәртіп деген былай қарағанда жай ғана бір сөз тәрізді. Заң жасап салуға болады, заң мен тәртіп. Бұрынғыдай үлкен ұран емес, бір қысқаша көзге қораш тәрізді. Шындап келгенде біз құқықтан заңды шығарсақ сапалы, сосын өзіміздің ішкі сыртқы тәртібімізді, жалпы тәртіп деген былай екен ғой, тәртіп сіз бен біздің бойымызда, ешкім тәртіпті бізге сіңіре алмайды. Адам өзі білу керек, жұмысқа қашан келеді, қашан кетеді, тәртіпке өзі жауап беру керек. Оны анау кіріп шығатын жерде тұрған турникет немесе жаңағы кадрлар бөлімі немесе тікелей басшы министр жауап бермейді оған, сіздің ішкі тәртібіңізге. Сол тұрғыдан келгенде бұл өте дұрыс ұран, дұрыс ұстаным. Расында да сапалы заң, құқыққа бағынған және тәртіпті ұстанған қоғам болсақ, біз әлде қайда ілгері жылжимыз. Осы жағынан кешеуіл қалып жатырмыз. Бұл енді негізгі бір түйінді мәселені тап басқан нәрсе. Мәдениет дейсіз. Енді қазақ халқының мыңдаған жылдық мәдениеті бар. Анау тасқа қашалған. Енді біздің тіліміз 1000 жыл бұрынғы шығармаларды біз оқи аламыз. 40%-ын түсінеді екенбіз. Олжас Сүлейменовтің еңбектері бар, Серікбол Қондыбайдың еңбектері бар. Қазір көп жұрт тана білмейтін Ғалым Төтеұлы деген ғажап адамның еңбектері бар. Енді мен тарихи, әдеби еңбектерді көп оқимын. Жалпы заңгерлер дайындау бағдарламасында әдебиетті оқу міндетті болу керек деймін, бірақ ол өкінішке орай олай емес. Біз логиканың өзін қазір оқытпаймыз. Сол сияқты кез келген салада құқық негіздер оқылу керек. Және ол қасаң сөздермен емес, жаңағы поэтикалық сарынмен бір басқаша оқу керек. Анау нақылдарда тұр ғой, мына қорғанымыз, бейітіміз, өзен, көл, орманымыз, ол да біздің заң. Мысалы, соны бекітіп тұр ғой. Кезінде түркменнің ақсақалдары келгенде, ақсақал біздің басшылар көрсеткен ғой, Қонаев па кім көрсеткен, біздің зираттарды көрсеткен ғой. Сонда бәрінде ана түркменнің менің жерім деген жердің бәрінде қазақтың зираттары тұр. Мысалы, сол арқылы біз жерді бекітіп қалдық. Мынау солтүстік шекарамызда, батыс шығыс шекарамызда, оңтүстік шекарамызда солай болып жатыр. Әрине, біраз жерден біраз жерді біз ептеп территорияны беріп алдық, бірақ осы барына қанағат. Сондықтан қазақ неден жаңағы кеңдігі бар, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Сосын жаңағы жекелеген сөздерінің өзі ол құқықтық афоризмдер. Ол жай ғана ділмәрлік емес, ол негізінде құқықтық ұстанымдар болған, заңи нормалар болған. Енді менің білуімше норма деген енді әлеуметтік тағда тұрғыдан әлеуметтік тәртіп не нәрседен пайда болады? Әр адам жаңа сіз айтқандай тәртіп сақтап, өзінің ішкі бір конституциясы болу керек, иә? Ол өзінің ішкі конституциясы оның қоршаған ортасымен байланысты, тәрбиесімен байланысты, білім жүйесімен байланысты. Білім жүйесі тек қана білімді беру емес, ол мәдениеттің әрбір жаңағы толқынмен келіп жатқан әдебиетті бір-біріне беру, иә, жаңағы ұрпақ аралас сондай сабақтастық нәрсені беретін жаңағы жүйе деп айтамыз. Осы жерде қазіргі таңда, енді қазіргі болмысты алатын болсақ, заң бар, тәртіп жоқ дейміз көп жағдайда. Дұрыс айтасыз. Негізі құқық пен заңның арасында белгілі бір деңгейде алшақтық болады. Кейде жаңағы құқыққа сай емес заңдар пайда болып жатады. Конституцияға сай емес заңдар пайда болып жатады. Кейбір заңдар шығады, мысалы қаржы министрлігі айтады, қаржы аз, бюджеттің жағдайы нашар. Сондықтан біз мына бір құқықтарды шектеуіміз керек деп деуі мүмкін. Бірақ бұл адам құқығына конституцияға қайшы заң шығады. Содан кейін конституциялық сот бар қазір, бұрын кеңес, алдында сот, одан кеңес, қазір міне қайтадан қалпына келді 22 жылдан бастап. Конституциялық сот жаңағындай заңдардың
қақыратып сөгіп қайттан бұзғызып жатыр. Қазір бұрынғыдай емес, мына жаңа реформаларға байланысты азаматтар да конституциялық сотқа жүгіне алады. Иә, сондықтан бұл жерден конституциялық адамдардың құқықтары кеңейтілді. Соның мына орталықта отырып біз соның жобасын көріп жатырмыз. Кеше ғана мен осындайға бір жауап беріп келдім. Қазіргі мұқтаждық тұрғысынан келгенде, мысалы Қазақстанда тұрақты тұрмайтын Қазақстан азаматы зейнетақысын алып Қазақстан сыртқары кетіп қалса, біздің кейбір билік жаңағы құрылымдарының ұстану бойынша ол зейнетақыдан қағылу керек. Жоқ, Қазақстан азаматы ол шетелге кетіп тұра берсін, бірақ зейнетақысын осы жерден алды ма кезінде, ол қай жерде тұрса да азаматтықтан шықпағаннан кейін оның зейнетақы құқығы сақталу керек. Ал енді шетелдіктер мен азаматтығы жоқ азаматтар Қазақстан тұрақты тұратын. Ол заңдарда, конституцияда, заңдарда және Қазақстан ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, жаңағы қазақ азаматтарына берілген құқықтарды пайдалана алады. Біздің азаматтарымыз оған толық ие, ал ана кісілер пайдалана алады. Сонда бір әріп, үтір, кейбір жекелеген сөздердің үлкен мағынасы бар. Сондықтан біз конституциямыз мақтан аламыз. 12-ші бабы бар. Мен кейде айтамын, 12 деген цифр, нумерология кетейік. 1-ден 2 үлкен. Сонда бидеп айтылған конституцияда 2-ші бөлігінде жаңағы қазір енді тікелей жаттап айта алмаймын. Адам құқықтары мен бостандықтары заңдардың мазмұнын айқындайды дейді. Заңдар айқындамайды біздің құқықтарымыз бен бостандықтарымызды, мүдделерімізді. Біздің құқықтарымыз, бостандықтарымыз және мүдделеріміз заңдардың мазмұны мен формасын айқындайды. Азаматтың ба, әлде мемлекеттің ба? Осы жерде тағы бір фундаменталды сұрақ бар секілді. Өйткені көп жағдайда енді қоғам түсінікті, ол жаңағы әртүрлі, тең емес. Әрине конституция бәрін теңестіреді, заң алдында бәрі тең, бірақ әлеуметтік тұрғыдан топтар да адамдар да тең емес деп айтамыз. Ал осы жерде жаңағы кімнің мүддесі, жеке адамның, жеке азаматтың немесе мемлекеттің қайсы басым? Жеке адам, азамат, мемлекет дейсіз бе? Енді бұрын былай болып келді. Бірінші мемлекет, екінші қоғам, үшінші тұлға, адам дейміз, личность, үшінші. Енді осы личность деген сөздің өзін біресе кісі дейміз бе, адам дейміз бе, тұлға дейміз бе деп, бұл да лингвистикалық заңи проблема. Бірақ осылай иерархия былай тұрды. Мемлекет үстінде, қоғам, сосын адам. Адам астында жаршылып тұрды. Ол негізі фундаменті. Сол басымдық қазіргі кезде біз айтамыз бұрдық, жоқ, адам. Содан кейін қоғам, содан кейін мемлекет. Мемлекет өйткені қызмет етуші. Мемлекет құрал, заңи, әмбебап құрал, саяси ұйым. Осы қоғамға қызмет ететін. Қоғамның да міндеті адамдардың жалпы қабілеті ашылуы. Жаңа 12 дедім ғой, 1-де 2. 2 үлкен, адам құқықтары үлкен. 1 деген қатып қалған ол заң. Бірақ сол заң жаңағы адам құқықтары бағынады. Енді осының қызығы әкімшілік АППК дейміз, административный процедурный кодекс бар, әкімшілік рәсімдік процесстік кодекс бар. Сол кодексте де 12-ші бапқа сәйкес келген. Адам құқықтары басымдыққа ие. Ол арнайы 12-де жазылған ба, әлде сол реті келіп тұр ма? Енді бұл случайности, не случайны дейді ғой, кездейсоқтықтардың заңдылығы бар. Бұл жерде сонда 12-ге сәйкес келіп тұр. 1-ден 2 үлкен. Адам құқықтары жаңа заңнан үлкен. Сондықтан мына сол заң, мысалы, ол басқа елдерде 200 жыл бұрын, 100 жыл бұрын, 50 жыл бұрын қабылданған, 20 жыл бұрын қабылданған. Біз осы 20-шы жылы ғана қабылдадық қой. 20-шы жылы болу керек, ұмытпасам, 21-ші жылы ма? Сонда бізге кеш келіп жатқан заң. Сонда мемлекеттік құрылымның, биліктің өктемдігін жойып, адамға жаңа мүмкіндік беру үшін қабылданған заң бұл. Біздің бұл бұрынғы жүйеге, қасаң жүйеге қайшы келеді. Сондықтан соттарда басқаларда түсінбей жатыр. Кейде сіздің бір формальды отырғанда бір қағазыңыз, құжатыңыз жетпей қалғанмен, жалпы құқық тиесілі ғой сізге. Үй тиесілі, тағы бір жайылым тиесілі. Заңдардың өзінде қате жазылса, яғни сол тиесілікті беру керек, сот алып беру керек. Сондықтан біз мына майндсайт дейді, миды өзгертуіміз керек. Көрдіңіз бе? Сосын және заңды біз қасаң тілмен емес, оқулықтарды оқу мүмкін емес, құқыққа арналған мектептегі институттағы. Оны жай сөзбен бере білуіміз керек. Соны біздің ата-бабамыз бере білді, атақты билеріміз, сосын ғажап ақындарымыз. Ақын поэзияға дұрыстап қарай алсақ, мықты ақын құқықтық тақырыпты айналып өте алмайды. Мұқағали да айналып өте алмаған, басқа да айналып өте алмаған ақын жазушыларымыз. Ал енді одан қашқан ақын емес.
Керемет, мына сізді жарық сөзіңізде былай деп жазыпсыз: заң әдебиет, заң мәдениет, заң өркениет, заң руханият. Заң қағаздағы жазу, тура жолды сызу, заң сызған жол түзу. Тура заң әдемі ән, сазы оның әң әсем. Заң нақылды өлең, жатқа айтып берем деп. Керемет, осы сөзді оқыған жастар қалай түсінеді екен онда заңды? Осылай түсіну керек. Мен енді бұл 16-шы жылы жазылды. Жаңа желтоқсан оқиғасының белгілі бір датасына. Сосын бірақ мұны бұдан да жақсы қыламын деп сол баспаға шықпай қалды. Бұл 10 жылдан Оны артық шығару жатыр. керек, Шығару өйткені керек. керемет. Қазіргі Иә. жастар көп жағдайда жаңағы сіздің сөзіңізбен келісем, және сіз заңгер ретінде өте жақсы айттыңыз. Адамдар бізде қарапайым ғана мысал, полицияға түскісі келмейді, жаңағы сотқа жүгінгісі келмейді, өйткені олардың жаңағы бір стереотипі қалыптасып қалған, біз шындықты таба алмаймыз деген. Бұл жерде бұл күрделі мәселе. Бұл жаңа сіз бір аяғыңыз алға жүргенде екінші аяғыңыз артта қалатын тәрізді. Бұл өмірдің бір диалектикасы. Мысалы жапондар дейді, ұят ұлтты дейді, нация стыда дейді. Олар сотқа бармауға тырысады екен. Сотқа барса да татуласып шығуға тырысады екен. Сотқа жасырын артқы есіктен кіріп артқы есіктен шығып кетуге тырысады. Мен мынау соттасып жатыр деген атақтан қорқады екен. Қазақтарда да сондай ұят болған. Сонда қазақта бітімдестіру институты болған. Біз оны татуластыру дейміз. Достар татуласу мүмкін, отбасының мүшелері татуласу мүмкін. Ал енді бірін-бірі білмейтін адамдар бітімдеседі. Жаңағы примирение деген сол. Содан кейін екінші мәселе, жаңағы бір ойымды айтпай қалдым. Біз айтып отырмыз ғой, құқықтары, бостандықтары және мүдделері деп. Ал кейде каприз дейміз адамның. Осыны қалаймын. Мен ананы алғым келеді. Мынаны емес, ананы алғым келеді. Қымбатырақ нәрсені, жақсылау нәрсені, мына жерге емес, басқа жерге барып қызметке барғым келеді. Шындап келгенде соның түбінде мүдделердің, қажеттіліктердің луквициясы дейді. Пияз неден тұрады ғой? Сол ұсақ түбінде сіздің құқықтың психологиялық аспектісі бар. Сіз бірдемені қаламай тұрсаңыз, басқа нәрсені қалап тұрсаңыз, соның негізінде ол анау бір қараңғы тұрған бір жарық, жылт еткен жарық тәрізді. Сіздің құқығыңыз жатыр. Бала айтады ғой, мен ананы жемеймін, мынаны біз зорлаймыз, дейміз. Бұрын айтады, иттің баласы мемлекет болмаса сен құрып кетесің дейтінбіз. Ашындап келгенде адамы дұрыс болмаса мемлекет құрайды екен. Одақтар ыдырайды екен. Сондықтан адамға назар аудар, адамның өз қадіретін білу керек. Мен мына жерде істеймін бе, істемеймін бе? Мына жалақы жарай ма, ұнай ма, ұнамай ма? Маған жете ме, жетпей ме? Мына жұмыс шарты жарай ма, жарамай ма? Адам өзінен бастаса реформаны, сонда ол көтеріледі. Сонда ол өзінің психологиясына мән бере алса, өзін өзі басқара алса, ол адам сол адам тәртіпке бағынады. Ал енді басынан бастап тұқыртып ұстаған адам, өзінің жаңағы не қалайтынын білмейтін адам, өзінің кім екенін білмейтін адам, мүддесін білмейтін адам, оған бостандық та керек жоқ, оған құқық та керек жоқ. Сондықтан бұл тұтас нәрсе. Құқық үстінде тұр дейміз, бірақ бостандықтары бар. Бұл табиғи, адамға бұл ажырамас қой. Табиғатынан жаратылған нәрсе ғой. Жаңағы 12-ші бапта соны айтады. Адам құқықтары мен бостандықтары оған жаңағы ажырамас және табиғи тиесілі. Көрдіңіз бе? Ол табиғаттан тиесілі нәрсе. Біз соны жаңағы 42-ші өлшемдегі аяқты біз 39-шы етікке сұғып жүр деуге тырысамыз, тар нәрсе береміз. Сондықтан қоғам не? Коммунизмде жақсы идеясы болды ғой. Әр адамның қабілетін ашып, соны пайдалану. Бірақ ол жерде директивикалық жолмен жүзеге асуға болмайды. Сондықтан расында да жақсы идеалдарға, негізі құқықта идеялар бар, идеялар бар, идеалдар бар. Әділдік, гуманизм, теңдік, бауырмалдық деген, оның бәрі қолға ұстайтын нәрсе емес. Олар зат емес, олар құндылықтар. Олардың жолындағы қозғалыс оларға бағытталған. Ол мәңгі қозғалыс. Ол сіз жақындаған сайын олар кеңейе береді. Бостандықтың да шекарасы, құндылықтар да биіктей береді. Сонда өсеміз. Ал егер біз жаңағы қасаң заңға бағындап қойсақ, ал осы идеялар біздің егер конституциямыз жазылмаса, әдебиетте жазылады. Жаңа айтып тұрғаным, заң әдебиет дегенім. Көкірегімізде бар, руханиятымызда, мәдениетімізде бар. Сондықтан халықтың бағынбайтыны. Мысалы, жеке басқа табынушылық конституцияға бір кезде депутаттар қол көтерді, конституцияға енгізілді, бірақ оны халық іштей жаратқан жоқ қой. 22-ші жылы ол алынып тасталынды.
көрдіңіз бе? Қазір жеке басқа табандылықшылық жоқ. Қазіргі мына конституциямыздың 30 жылдығына келе жатыр міне. Қазір бір адам бір рет қана президенттікке сайлана алады 7 жылдыққа. Конституциялық соттың мүшелері 8 мүшелесі бар, 9-шы төрағасы. Олар 8 жылға сайланады. Өйткені олар жаңағы олардың мерзімі конституциялық сот мүшелерінің парламент депутаттарына және сайланған президенттен мерзімі ұзақ болу керек. Өйткені олар өтпелі кезеңді өтпелі кезеңді де қамту керек, және олар бағынбау керек, олар тәуелсіз болу керек. Міне бұл идеялардың бәрі қазақтың рухында тұр ғой, мәдениетінде тұр ғой. Бұл дала, осы сайын дала жаңағы неге халықты 40 руды біріктірді, 100-деген руды біріктірді. Біз рулардан құралдық, бөлінбейміз, рулардан құралдық. Енді бізге басқа да көп этностар келіп жатыр. Жалпы болашақ даму несінде геосаяси жағдайда, табиғи жағдайда да осы Қазақстанда үлкен даму серпін болуы мүмкін. Соған біз дайын болуымыз керек. Біз бұрынғыдай ашылыққа қалмаймыз. Біз сіңіріп қазақы менталитеттегі, қазақы мәдени діңгектегі платформадағы үлкен қоғам құрылуы мүмкін. Қазақылық деген не? Ол еркіндік, азаттық, шыншылдық, сосын расында да жомарттық, дарақылық емес, жомарттық. Сосын еңбекқорлық. Біз осы ұстанымдарды жоғалтып алдық. Кезінде тоталитарлық қоғам ол біреуді кінәлаған, өзімізді жертва, құрбан сезінгендіктен емес. Біз сол бір еркіндіктен айырылып қалғаннан кейін өтірікші болуға, жаңағы ләппай тақсыр деуге, амал іздеуге мәжбүр болдық. Мүмкін. Және ұлттың элитасы кетіп қалды. Соның өзінен қаймақты алып тастағанда көксүттен қайтадан үйіп халық болып келе жатырмыз. Енді бірақ осы жерде заң ғылымда. Ғылымсыз болмайды, ән жерде мүмкін ғылым, бірақ ол айтылған. Жаңа заңи нақылдарда айтылған, тура сол жерінде емес. Ол аңызда. Қорқыт аңыздарынан бастап аламыз, күлтегіннен аламыз, одан әрғадан аламыз. Сондықтан заңды мынау қабылданған датасымен есептеуге болмайды. Өйткені оған қаншама идеялар келді. Кезінде Салғыз Имановтың, Баймұхановтың, Сартаевтың, Халиковтың, одан да басқа мен білмейтін да қаншама адамдардың идеялары кірді. Әлімхан Ермековтің, Әлихан Бөкейханның, тікелей солардың атымен ембесе де сол идеялар кірді. Осы территорияны аман сақтап қалды. Жаңағы бұрынғы қызыл туымызда кеңестік кезеңдегі көк жолақ болды. Қазіргі көк жолақ ол өсіп түгел кеңістікті алып, қазір көгілдір көк аспан түстес туымызға айналды. Сондықтан белгілі бір романтикалық, поэтикалық сарын бар біздің заңдарымызда, көкірегімізде болу керек. Ал онсыз біз тек қана заңға бағынған, біз робот ережеге бағынады. Ал адам өзінің ішкі мәдениетімен құқықтық деңгейге көтеріледі. Керемет. Осы тұрғыдан жастарға не айтушы едіңіз? Қазір біз жаңа ақпараттық кеңістікке шықтық. Оның шекарасы жоқ. Ол жерде мәдениет шекарасы жоқ. Бір-бірімен кросс-культурный деп айтамыз, шекаралас болып жатқан мәдениеттер, және де соңғы біздің технологиялық жетістігіміз жалпы адамзаттың ол жасанды интеллект. Осы жасанды интеллект қандай да бір әсерін бере ма осы біздің мәдениетімізге, біздің осы құқықтануымызға, жалпы заңымыз бен тәртібімізге? Қазақ бұрын ат үстіндегі қазақ еркін болып кеңістікте ерді ғой, жылдам еріп отырды. Сондықтан мәдени байланыстар іштен сырттан келіп, ол тез келіп, тез сіңіріп отырдық та біз сол кездің өзінде мультикультуралдық нені қорытып отырдық. Сосын қазақ айтқан ақпаратты білген ғой, күшін 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деген. Сөздің құдыретін білген. Өнер алды қызыл тіл дейді. Енді қазіргі кезде сол қандай сөз шығады? Қазір өте абай болу керек. Өйткені цифрлық, кибер қылмыстылық көбейіп кетті, алаяқтық көбейіп кетті. Оны қылмыс деп ойламайды, бір сөз айта салады. Қазір Каспиймен алдау, басқамен алдау, алаяқтар көбейіп кетті. Бұл да цифрлықтың беріп жатқан мүмкіндігімен қатар кемшіліктері де бар. Жақсылық пен жамандық қатар келіп жатады ғой, оны сүзе білу өз ішкі фильтріміз болу керек. Жастар ұялы телефон ұстап отыру, кішкентай экранға сүйеніп отыру, ол не бермейді, бұл өткінші нәрсе. Бірақ енді бұл өте жаман еді. Темекі тарту тәрізді, жаман сусындарға үйренген, ішімдікке үйренген тәрізді, лудомания тәрізді, бұл өте жаман еді. Оны арылту үшін оның бір тетіктерін табуымыз керек. Мысалы, көрдіңіз бе? Есікті құлыптап кілттеп жатамыз ғой, немесе басқаша бір жарық жағамыз, үйді жылытамыз, ауасын баптаймыз. Сондай тәрізді адам психологиясында да жаңа өндірістер ашылу керек,
жаңа бір кеңістіктер ашылу керек. Тыйым салу арқылы біз бұған жете алмаймыз. Жаңағы кибер салада біздің өзіміздің IT мамандарымыз шығу керек. Мысалы мынау қорғаныс саласында да, басқа салада да, сол ғарыштық салада да осы цифрлық технологиялардың беретін, ақпараттық технологиялардың беретін жаңағы мүмкіндіктерін пайдаланатын жастар шығу керек. Әзірге біз оны тек қана не деп ойлаймыз, бір компьютермен ғана байланысты. Бір құрал. Сосын және жасанды зерде, интеллектімен жасанды зерде деймін. Біз онымен жұмыс істеп жатырмыз, мен өзімді. Бірақ сонымен жұмыс істеу барысында мен ойлаймын да, осы біздің ішімізде бұрында болған екен ғой. Өйткені біз бірдемені оқимыз, сізбен біз жұмыс істейміз, мына көреміз, айналамыз. Соны тез қорытып, кез келген сәтте пайдаланып, бір алгоритмдер пайда болып отырады ғой. Бірақ жасанды зердеде сезім жоқ, бірақ ол сырттай мәдениетті бола алады. Бірақ сезім жоқ. Сонда біздің ішімізде бұрыннан бар нәрсе. Бірақ енді осыған біз бағынышты болып қалмауымыз керек, автоматизмге жеткізбеуіміз керек. Адамды жаңағы құқықтары дегенде оның қадір қасиеті де бар. Көрдіңіз бе? Ол құқығыңыз бар, бостандығыңыз бар, мүддеңіз бар. Бірақ қадір қасиеті де бар. Конституцияда да ол да жазылған. Қазақ айтқан ғой, қарным ашқанына емес, қадірім қашқанына жылаймын деп. Сонда білу керек. Сізбен біз бірімізді қадірлейміз. Қадірлеп шақырғаныңызға рахмет. Аудиторияда тыңдап, біз енді сөзімізді сараптап айтып отырған тәріздіміз, аудиторияға да жетсін дейміз. Жаңағы. Сонда қадір қасиет болу керек. Енді цифрлық заманда, қазіргі заманда, міне осы заңның қатал болғаны, бұл мемлекеттің кейде ол тоталитарлығын білдірмейді, оның басымдығын білдірмейді. Керісінше сол қатал заң арқылы біз азаматтарды шыңдап, белгілі бір заңмен тәртіпке үйретіп шығаруымыз керек қой. Мысалы, мынау оңтүстік шығыс елдерінде біреудің басынан ұстасаң, арқасынан қақсаң, ол қорлау болып есептелінеді. Сол сәтте саған қарсы жауап беріледі, өлтіріп те тастауы мүмкін. Сол елдің заңы бойынша олар негіз жалпы туристерді сыйлайды, қадірлейді, құрметтейді. Бірақ жаңағындай жестлар, ишаралар олар үшін қорлау болып есептелінеді. Біз білуіміз керек басқа елге барғанда. Өткенде Қытайға барып біз бір қыз баламыз пранк жасап, мысалы бір қолайсыз жағдайға алып қойып жатады. Сондай тәрізді біз жаңа айтамыз, ишараның өзі қылмыстық құқықтың аясында жатыр. Бұрын мысалы біз ойлаушы қой, ашық айтылады, тікелей бұйрық жоқ, қазір тікелей бұйрық бермейді. Мафияның тілінде бір кезде құшақтап маңдайынан сүйген, сені біз қабылдадық отбасымызға деген ишара болатын. Кейін бұл оларға қарсы дәлел болғаннан кейін, бұл мафия басшысы жаңағы біреуді құшақтап арқасынан қақса, яғни мынаны алып тастаңдар деген белгі болып шыға келді. Тіл өзгереді, мазмұн өзгереді. Көрдіңіз, ішкі мазмұн өзгеріп кетуі мүмкін. Енді біз сабақтастықты сақтап келе жатырмыз, ал енді мынау цифрлық заманда, технология заманда олар қақырап тез бұзылады. Сол тұтастық ұстап қалу үшін жаңа біздің ақсақалдарымыз болу керек, 300-дің тұтастығын ұстап қалған, 100 рудың тұтастығын ұстап қалған, заңдарымызды тұратуға мүмкіндік бермеген. Американың ол мәдениеті салты бөлек. Мынау Ернат Рахметолла деген журналист, велошабандоз қазір Америкада ғажап, бәленбай мың адам Америкаға барып келіп жатыр, ал Ернаттың көзі басқаша мен қарап отырмын, беріп жатыр. Ол мүлде бөлек бағытта беріп жатыр. Ол жаңағы бордюрында, асфальтында, жағажайында күндізгі түнгі тірлігінде көрсетіп жатыр. Сол жапондарға да біз тән боламыз. Ал енді анау Овчинниковты оқысаңыз, сосын Светловты оқысаңыз, содан кейін қазіргі жас ғалым, енді оның өзі біразға келді. Андрей Морозов мысалы, ол да біраз болды оны оқығаныма. Жапония біз көргендей емес, туристерге оның әлбеті бөлек, басқаша, ал шын бейнесі бөлек. Сол сияқты біздің қазір жұрт мынау бұқаралық ақпарат құралдарынан көрсетіп жатқан бейнеміз бөлек та, қазақтың ішкі болмысы мүлде бөлек қой. Қазақтың әйелдерінің жаңағы парасаты, қыздарының сұлулығы, жаңағы арулық қасиеттері, ер азаматтарының жаңағы беріктігі, уәдеге тұратындығы, жаңағы қажыр қайраты, отаншылдығы, ол ғажап қасиеттер. Біз оның бір сыртқы бір бейнесін көріп қаламыз деймін, қазақ қыз осындай жеңілтек екен, ұлдар осындай бір ез екен дейміз. Жоқ, оның артында жаңағы Дюрердің қол деген картинасы бар ғой. Расында да қазақтың қолы күс қол, қазақтың қолы өте шебер қол. Қаншама жаңағы ой өрнегіміз бар, қаншама жаңағы мәдениетке, әлемдік мәдениетке сіңірген туындыларымыз бар.
Ақселеу Сейденбеков жазып кетті, Мұхтар Мағауин жазып кетті, Серікбол Қондыбай жазып кетті, білесіздер ғажап туындыны. Ол енді әлемдік бір адам Қазақстанның ғылыми мәдени институттары жазбаған нәрсені жазып кетті. Сөйтсек ол түркі әлемінің дүниесін жазып кеткен екен. Енді түркі әлемінің аясына да сыймай жатыр оның жазғаны. Немісті, Европаны, Американың да, Қытайдың да мәдениетін қопарып қайта қарауға мәжбүрлеп жатыр. Солардың негізінде құқық бар. Қызға 40 үйден тыю деген бар ғой. Серікбол Қондыбайда да 40 деген бар. Кейде аудиторияға айтамын, енді 41-ші үйге бар деп. 40 үйде тыйым бар, 41-ші үйге бар, енді заңнан шығып кетті. Шекарадан шығып кетті. Дженнифер Лопес келді мысалы. Дау туып жатыр. Бұны да біз жай қалдыра салмауымыз керек. Сосын айтпауымыз керек. Мыналар қараңғы мәдениетті түсінбейді. Мыналар оны қолдағандар үлкен мәдениетті түсінеді деп. Поп мәдениет. Расында да енді адамның ұятты жері дейді, ұят, әдеп деген нәрселер бар. Мысалы Зарқын Тайшыбай ағамыз айтады. Бір орыс профессор сұрады дейді, неге ана әйел адам сіздерге жол берді? Ол енді патриархалдық тәртіпке бағынып, ер адамдарды алға оздырғаны ма деп. Мен басқаша не деп айтам дейді. Біздің қазақ қызы ер адамға арқасын көрсетпейді деп айтам дейді. Енді мен төмен түсіп айта алмаймын ғой дейді. Арқасын көрсетпейді дедім дейді, сыпайы түрде. Расында да қазақтың әдебі сол ғой, жол кеспейді. Мысалы, ал енді ол тәртіпті бойына сіңірмеген қазір жастарымыз, мысалы бір қонаққа барсаң, құдалықта жүрсең, кішкентай табақта келе жатқан келін сені кесіп өтеді, өйткені ол служебный машинамен келе жатыр ғой, қызмет көрсетіп, сенің алдыңды кесіп өтеді. Менің емес, менен үлкендерді кесіп өтеді. Ашындап келгенде үлкеннің жолы бортын. Баяғыда біз мұғалім ұйықтай ма, тамақ іше ма дейтінбіз, алыстан көрсек оның жолын кесіп өтпейтінбіз. Мұғалім біз үшін әулиетін. Сол қадір қасиет, соны тылсымды жоғалтып алдық. Меніңше қазіргі жастар бұны тура солай қабылдамайды, бірақ өздерінің бір соған түсініктемесі бар секілді. Жаңағы сіз айтқандай диалектикасы бар, бірақ біз жаңағы сабақтастықты жоғалтпай, сіздің сөзіңізбен толық келісем, біз осы заңымызды, құқығымызды, тәртібімізді ары қарай алып жүруіміз керек. Мынау цифрлық ортаға да, жасанды интеллектке де біз де үлгі болуымыз керек. Цифрлық дүниенің негізі өзіміздің бойымызда бар. Енді қазақ жалпы мықты бейімделгіш халық. Сондықтан оны да игеріп жатырмыз. Жаңағы Санжар, жаңағы Мұхтар Тайжанның баласы жүр, Америкада, НАСАда. Басқалар жүр, ғажаптар. Тек қана біз сахнада Димашты ғана көріп отырған жоқпыз. Әнеу күні Әйгерім Алтынбек деген қызымыз шықты, Италияда қаншама жүлделер алды. Басқа да жүлдегерлер бар өнерде. Басқа салада да ол талантты халық, ол талантын басқа салада да көрсетіп жатырмыз. Енді соны біріктіре білуіміз керек та. Заң, тәртіп, мүмкін енді мәдениет деген сөз керек шығар. Көрдіңіз бе? Өйткені мен айтам, заң факультеттерін заң факультеті демеуіміз керек. Өйткені құқық бар. Сондықтан құқықтық мәдениет факультеттері керек шығар. Дене мәдениет факультеттері бар бізде. Көрдіңіз бе? Оны мәдениет деңгейіне көтеріп отырмыз. Ал құқықты мәдениет деңгейінде түсінбей отырмыз. Агрономия факультеті бар, ол негізінде агромәдениет қой. Көрдіңіз бе? Агромәдениет мысалы. Сондықтан біз әлі өзімізді іздеу жолындамыз, тереңдеу жолындамыз. Кейбір еңбектеріміз шықпай жатыр. Енді ол мен үшін проблема кішкентай. Бірақ мүмкін ол сөз енді басқа амалын тауып, арзан жолмен мүмкін жұртқа тарату керек шығар. Өйткені ол журналистер, басқа әдебиетші қауым тарапынан, әріптестер тарапынан жолын тапқан. Мен құқықты жаңа математикалық жолмен де дәлелдеген нелерім бар. Поэтикамен де бергенім бар. Қылмыстық кодекстің жалпы бөлімін осы 97 жылғана поэзия жолымен бердім. Жалпы бөлімді. Бұл сөйтсе мен пионер емес екенмін. Кезінде мысалы биологияны, математиканы, ал енді Букетовтың шығармасында бар, академик Букетовтың бір оқытушы жаңа химияны өлеңмен береді. Содан кейін сол креативті, бірақ ол сол үшін партиядан жаңағы ол айтады ғой, Селен повторяет свой путь дейді, привычный путь. Соны айтады, мынау маркстік диалектика қайшы келеді? Маркстік диалектикада ол өзінің жолын қайталамайды, ол спиральмен жоғарылы өрлеп отырады, дамудың жоғары жолына түседі дейді ғой. Сосын жаңағыны әбден оқшаулап, изгой қылып жерген ғой, жаңа доцентті. Букетов шақырып алып, жаңағы кісіні есіне түсіп, баяғыда сіз Селенді, жо, ол қателік болған менің деп жаңағы ұялады. Керісінше Букетов оны қолдайды. Кәрі ақсақал зейнеткер көмірін бергізеді, басқа нәрсесін береді. Сонда адамды жаңағы ойын шығармашылық еркіндігін таптап тастаған ғой партия. Ал Германияда жаңағы мектеп сабақтарын бір рок-группа, рок-топ
мектеп сабақтарын өздері нашар оқыған ғой, кейін группа болған, сосын кейінгі биология, зоология сабақтарын бөлігімен урокпен келіп мектепте вечеринка жасайды екен, жаңағы урок вечеринка. Сонда жаңағы өлеңдерді айтқан кезде ана оқушыларға түсінікті болады екен. Яғни құқықты сол күйінде беруге болмайды ғой, оны фарш қылып өткізу керек. Ет ағаштан өткізіп барып сіңіру керек. Сол сияқты мынау басқа мәдени нәрсені де жаңағы бәрін бірден күштей алмайсың. Осы қай Африкада ма, Латын Америкасында ма бір елде бір жаңа басшысы 70 мың адам сиятын түрме салып тастады. Сол енді басқа көршілер соны алып жатыр. Ол кейбір кезде сондай болады. Енді біз ондай деңгейге түсіп кеткен жоқпыз. Біз жалпы әр ауылдың міне бір айтатын нәрсе. Қоғамда тек қана мемлекеттің күшімен атқарылмайды. Реформаларда, жаңағы тәртіпте, заңда қоғамдық күштер бар, жаңағы қоғам бар. Осы үш таған мемлекет, қоғам, адам, тұлға, осы үшеуі. Сонда адамдар қоғамдық бірлестіктерге бірігеді, сол арқылы жаңағы партиялар бар, кәсіподақтар бар, басқа да бірлестіктер бар, үкіметтік емес ұйымдар бар. Солар арқылы жаңағы өзгерістер. Мынау ассамблея, Қазақстан Халық Ассамблеясы. Оны көп жұрт сынайды. Бұл өте дұрыс болды. Бұрын былай болатын. Қазақ ұлты, сосын үлкен этнос, жаңағы басындық ие болған, жаңағы орыс этносы, сосын басқаларды ескермейтінбіз де. Енді Украин, немістер деп ескеретін қалғандар. Мұны бәрін тең қалды. Үлкен күшті құрал негізінде ойлап табылған. Бәрібір алқалы қотан дастарханда, алқалы ортада отырады, дөңгелек үстелдің басында. Сосын ішінде жаңағы 130 емес шығар, мүмкін одан аз шығар. Қазір 130 емес, 124. Мәселе оның санында емес, сапасында. 3 адам болсын, 5 адам болсын, тең отыр, әрқайсысы бір дауысқа ие. Жаңағы, көрдіңіз бе? Ұлттық мәдени орталықтар құрылды. Сосын солар біртін жаңағы ол бірден енді олар туыстап шығып, жаңағы бірден көрініп істемейді. Көрінбей істелініп жатқан шаруалар көп. Мұхиттың беті былай жылжып жатса, астындағы толқындар басқаша жылжып жатады. Аспанға қарасаңыз, бұлттарда әртүрлі бағытта. Біреуі оңтүстікке, біреуі сол сәтте, біреулер солтүстікке жылжып жатады. Сондай тәрізді қоғамда да кері қозғалыстар болып жатады, дін саласында да, саясат саласында да. Бірақ солардың бәрі өзін бірін-бірі толықтырып жатқан дүние ғой. Сондықтан мынау қазіргі реформаларда да, қозғалыстарда да жаңағы қоғамдық күштердің, менің өз диссертациямда солай, жұртшылықтың қылмыстылыққа әсер етуге қатысуы. Сондықтан мынау билер соты болсын, ақсақалдар кеңесі болсын, әр ауыл телі-тендегін өзі тыйған. Оның бәріне участковый полиция инспекторын қоя алмаймыз, бәр жерге президенттің өкілін қоя алмаймыз. Сосын жаңағы әдеп комиссиялары бар, басқа да нелер бар. Сондай аузы сөзі дуалы адамдар отырады. Ақсақалдардың рөлі бар, қанша айтқанмен. Әкімдер ақылдасады, қоғамдық кеңестер бар. Әрине олардың біз идеалды түрін күтеміз. Ол бірден мүмкін емес. Сондықтан мемлекеттің реформасы тек жаңағы прокуратурамен, полициямен, ұлттық қауіпсіздік комитетімен немесе қаржылық бақылау тетігімен жүріп жатқан жоқ. Қоғамдық күштердің арқасында да жаңағы ұлттық Қазақстан ұлты халық ассамблеясы бар. Оның жердегі жаңағы бөлімшелері бар. Сол арқылы жүзеге асып жатыр. Ғылыми қауымдастық арқылы жүзеге асып жатыр. Мен осы тамырлас арнасы арқылы жүзеге асып жатыр. Қадірлер арқылы жүзеге асып жатыр. Сондықтан бұл күрделі құбылыс. Ал Дженнифер Лопесті ойымызды аяқтамай кеттік. Оған халықтың айтып пікір білдіріп жатқан өте дұрыс нәрсе. Өйткені бірақ ол бөлек мәдениет, Димаш бөлек мәдениет. Бірақ енді біз айтып отырмыз ғой, бұрында ат үстіндегі жүріп құрылықтарды меңгерген қазақ қазір де енді мұхит асып жатыр. Велосипедпен сондықтан өзара байыту болып жүріп жатыр. О жақтан мәдени өнімдер бізге келеді, бізден о жаққа барады. Сондықтан жалпы мен ойлаймын, жастар, мықты жастар бар. Жаңағы біз айтып отырғанымыз, мені жастардан көбі тыңдамай кетті дейміз ғой. Ол өзін танымай білмей жүрді. Ертең өкінетін жастар. Жаңағы дорба қалап жүрген, арба итеріп жүрген жалпы іздеген емес, басқа жерде бар. Ертең жаңа технология келген кезде ол айтады, мен қолмен тасымаймын, маған робот жүкші беріңіз. Мынау мен істеймін дейді. Біз соларға тарту болу керек. Бірақ мен түсінгенім 34 жыл, 33-35 жылдық салық беруде. Біреу десе зорлық болмайды дейді. Университеттердің жоғарғы білім саласындағы
вуздардың рейтинги жасайтын, олар профессорлық оқытушылық құрамы емес, студент. Қандай мықты студент келеді, біз соған лайк болуға тырысамыз. Егер студенттің биі төмендеген сайын, бізде географиялық шығып, біз бейімделеміз. Біз басымызды иіп айтамыз басында, одан кейін еңкейеміз, одан кейін тізерлейміз, одан кейін оның астында жатамыз. Бұдан прогресс болмайды. Керісінше студент жүгіру керек біздің сол. Жаңа ұрпақ білімді, жаңа ұрпақ одан да өткен. Сосын тау керек, сосын нақты нәрсе, сосын мамандық тұрады. Мен 3-ші курсқа келгенде заңгерлік мамандық дейтін несін көріп, жеркеріп кетті. Қате мамандық дейтін қағазбен байланысты немен отырасың. Бірақ бұның артында егер қарасаң, бостандық идеясы жатыр, азаттық идеясы жатыр, тәуелсіздік идеясы жатыр. Жаңағы технологиялар дамығанмен мына жақты біз бері ұстап отырмасақ, технологиялар бізге қарсы қызмет етеді. Өте керемет ойыңыз, технологияны қарсы қойып алған мүмкін. Егер өзіміз таяз болсақ, өзіміз таяз болсақ, өзіміз жаңағы осал болса, жаңағы сондықтан өзіміз беріп болуымыз керек. Булновскийдің мысалы бар ғой, сүйекті қатайтатын бұлшықеттер екен, бұлшықты қатайтатын қимылдар. Қимылдаған кезде бұлшықеттердің бойын қан жібереді, қандар барады, жаңағы сүйектерді қатайтады. Сол сияқты әркім өз тірлігін істеу керек. Таңдаған мамандығың емес, сен мамандыққа деген адалдығың маңызды. Өйткені сенен басқа миллиондаған адам сен ұнатпаған мамандықтың көріп, отбасын асырап жатыр, мемлекетке қызмет етіп жатыр. Бірақ мына жерде мынандай нәрсеге бар. Расында адамның тірлігі, қызметі жалақы тауып, отбасын асырауға ғана бағытталмаған болу керек қой. Адам храм салу керек. Көрдіңіз бе? Айтады ғой, тас-тасып жүргендерді. Не істеп жүрсің? Мен отбасымды асырап жүрмін деп айтады. Екінші біреу айтады, тас-тасып жүріп көрмейсің, мен азаптады. Үшінші біреу айтады, мен храм салып жатырмын деп. Әлі ішінде храмның белгісі де жоқ. Анау біліп тұр соны. Храм салып жатыр. Біреу күнде тас-тасып, жаңағы азаптанып жүр. Біреу отбасымды асырап жүрмін дейді. Бізде көбіне жұмыста 80% мүмкін ойлайтын шығармыз. Мына жалақы аз. Жұмысымыз салық көп, жұмыс ұнамайды. Ол жұмыс неге тұрмайды, оламаса басқа жерге барып, мен іздеп жүрмін әлі 62-ден 63-ге қарап, 63-ге жақын болған бұйырса, амандық болса, ғұмыр болса. Сонда мен ол іздеудемін, сол ізденістемін, жастарға да сол ізденісті. Олар ертерек іздесін, 60-ға келеміз дегенде қиындап өте қызықты болып тұр, бірақ біздің уақытымыз эфирдан да уже кетіп бара жатыр. Сондықтан енді сізге көп рахмет айтқым келеді. Сізді тыңдай беру керек. Меніңше бізге тағы бір эфир жазуға тура келетін шығар алдағы уақытта, өйткені сіздің ойларыңыз өте терең, кең, және мынау конституциядан бастадық, бірақ кең ауқымды жаңа әңгіме айттыңыз. Тәрбие де бар, мәдениет те бар, ішкі еркіндік та, бостандық та, тәуелсіздік та осыдан шығады дедіңіз бәрі. Сондықтан осының жолында жүрген сізге біріншіден денсаулық тілейміз. Өз-өзіңізді дара жолыңызды салып келе жатсыз, сол жолыңыз ашық болсын, кең болсын, жаңа жетістіктеріңіз мол болсын, және жастарға айтарыңыз көп болсын.